Ал бастауға дайынбыз. Бүгінгі кештің 5-ші жекпе-жегі. Құрмет көрермен, бұл бізде жартылай жеңіл салмақ өкілдері. Бойшаң көрінеді, Ахмадалиев, Шоқжахон. Солақай. Қол аяғы ұзын. Бұның өзі, жекпе-жекке қатты әсер етуі мүмкін, енді көрейік. Антропометриядан бөлек оны шеберлікте болу керек, жүзеге асырылатындай қолданылды. Тамаша, қазір бір-екі жалған шабуыл көрсетіп, аяққа өтіп кеткен. Гильотина қатты қауіпті көрінбейді, басы шығарып үлгерді. Сөзімді аяқтағанша және кеңістік бермей қазір барынша қарсыласты бастауға талпынып отыр. Шоқжахон Ахмадалиев бұл жерде реверс жасауға, қарсыласты бір аударуға жақын қалды. Енді күші көп, шынымен де күші көп екен көрініп тұр. Және бұл жекпе-жектің басы ғана, жігіттер әлі тың, қатты шаршамаған. Сондықтан біраз шаруа тындыра алады бұл жерде. Міне тағы да аяқты жерге тіреп бір өңгермекші. Шоқжахон Ахмадалиев және шындақ ауыр кетті бұл жерде. Қуатов Дулаттың орындауында. Позицияны сақтап қала алғандай. Болмады. Әзірше оп-оңай позицияны ұстап отыр, шыны керек. Тағы да. Маунтты ұстау өте қиын. Сондықтан қазір Хаугартқа да кіріп көрді өзі, және Шоқжахон қазір жоқ, қаншама күш салып, қазір міне бір әдісті енді жасайды, енді бір өңгеріп жүреді ме деп едік, қарсыласты болмады. Бірақ сақ қалды. Сәл қалды. Өте көп күш жұмсап жатыр Шоқжахон Ахмадалиев. Әдістердің барлығы осындай бір күш салып жасалынады. Тамаша. Міне тағы да керек десеңіз. Жеңіл желпі соққы, бірақ бұл жерде тағы да позицияны қалпына келтірмекші ме? Қуатов Дулаттың не ойлағаны бар? Енді күресте өзін әлде қайда жақсы сезінетін спортшы. Аяққа өтіп кеткен түріне қарағанда, жасаған мәнеріне қарағанда біраз уақытын еркін күреске арнаған спортшы болу керек. Тамаша. Аяқты мына жерден шығарудың да қажет жоқ. Хаугарт бұл соққы жасаудың өте бір ыңғайлы позициясы. Осы жерде егер ауырту қылқындыру әдісін жасамайын десең, осы жерде соққы жаудырып жата беруіңе де болады. Ал Шоқжахон шыны керек көп күш сарпып жатыр қазір. Тіпті канвасты да бір-екі рет ұрып жерді қазір, Дулат Қуатов. Тамаша. Міне осындай соққылар көбірек болса. Тағы да иектен тіреді шынтақты. Бүйтіп басып отыру, иектен тіреу, бұл да спортшының тынысын тарылтады. Көрейік. Бұл төрттағандағы күрестен кейін қазір, раунд аяқталғанда кім қандай күйде шығады? Жекпе-жекке қатты әсер ететін дүние осы. Шоқжахон қазір қарсыласты бір-екі рет аударуға шақ қалып, көп күш салып жүргендей болып көрінді. Қазір міне бұрынғыдай тың емес, бір-екі рет қатты күшеніп кетіп еді, міне болдырып қалған сияқты енді. Оны аяққа тұрған кезде енді байқауға тырысамыз барынша. Әзірше раунд әрине сөзсіз Дулат Қуатовтың еншісінде кетеді. Тамаша. Позицияны ұстап отыр, бұрынғыдай қауіп жоқ, қатты қауіпті емес. Раундтың соңына дейін ұстап қалады әрине сөзсіз.
қазақстандық спортшы бұл жерде, және бұл раундты Дулат алды десек, ешкім дауласпайтын да шығар, иә. Раунд кімге кеткені айдан анық бұл жерде. Иә, бапкерлері қолдан ұстап жетектеп алып кеткеніне қарағанда Ахмадалиевтің қазір жағдайы қиын, тынысы тарыла бастады. Екінші раундтың басы өте маңызды рөл ойнайды бұл жерде. Төлеген Әбдікенов рұқсатын берді. Жекпе-жекті жалғастыруға түсініп отырмыз қазір, иә. Қуатов күресудің жолын іздейді, ал Шоқжахон түсінді ғой барлығын қазір. Тұрсынан ақ көріп тұрмыз, иә, бір қарсы алуға дайындалып тұр кәдімгідей. Не тізе, не қол, иә, не апперкот, не тізені алға шошайтады қазір барынша. Өзінің бар бір тұрысымен ақ көрсетіп қойды. Енді оп-оңай бірінші раундтағыдай өте салмайды енді аяққа. Ондай ақмақтыққа жол бермейді Дулат. Қазір ағыстырып бар бір орайын тауып, иә, не болмаса жасырып, иә, міне әйтеуір осындай бір жеңіл-желпі соққы жасап. Жерге бір соқты, оңдыртпай. Тейкдаун бар. Ендеше шамамен осындай жекпе-жек көретін түріміз бар. Бірінші раундта тың күйінде қарсыластың астынан шыға алмаған Шоқжахон Ахмадалиев қазір тұрып береді дегенге сену қиын, шыны керек. Және ешқандай бір соның салдарын жасап жатқан жоқ, байқасаңыздар, иә, бір жауырын жерге тиген күйде жатыр. Тек қана қорғаныс. Иә, бірінші раундтың ортасынан былай қарай әрекеттенуді доғарды. Шоқжахон Ахмадалиев аяққа тұрғысы келмейді, және Дулат та бұл жерде. Мойындалып кетті қазір. Болды, бұл жерде не беріледі, не қазір. Иә, берілді. Стоп. Вау, иә, қалай бір ғана сәтте шешіліп кетті барлығы. Шоқжахонның қателігі тұрып кетем деп ойлады бұл жерде, бірақ бұлай енді Қуатов Дулат тез ойлайды деп өзде ойламаған шығар. Екінші раунд бізде RNC. Rear Naked Choke. Міне, қателесті, иә. Жеңісті жолын жалғастырады. Бүгіннен бастап Қуатов Дулат 4-0 деген көрсеткіштің иегері. Дәл қазір жеңімпаздың есімі ресми түрде аталады, құрметті көрермен. Одан кейін бізді тағы да бір жартылай жеңіл салмақтағы жекпе-жек күтіп тұр. Время остановки поединка. Минута 44 второго раунда. Бұл жекпе-жекте қылқын турадысымен жеңіске жетті. Победу удушающим приемом одержал гладиатор Тарас Дулат Қуатов.